Қош келдіңіздер, құрметті оқушылар. ұбт контекст марафон 3-ші бөлім жалғастырамыз. Осы видеолар сендерге ұнап жүрсе, егер пайдалы болып жатса, онда бұл видеоларға барынша лайк басып қолдап отырайық, және де менің әлеуметтік желілеріме тіркеліп қойыңдар. Барлық пайдалы ақпараттарды сол жерден таба аласыңдар. Жақсы. Енді 3-ші бөлімді бастайық. Кеттік, let's go, экранға қараймыз. Жалпы бұл контексттің тақырыбын қарайық. Суретте тұрғын үйдің жоспары берілген. Нөмірі 3-ші бөлменің бір қабырғасы 8 метр, нөмірі 1-ші бөлменің бір қабырғасы 5 метр, нөмірі 4-ші бөлменің кіші қабырғасы 3 метр дейді. Міне, мынау 3 метр. Значит, мына бөлігі тоже 3 метр болады. Осы мәліметтерді пайдаланып төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз дейді. R дегеніміз 4 метр. Яғни мынау 4 метр, мынау 4 метр. Ал мынау не? Мынау да 4 метр болады. Демек, мына қабырға 4, 4, 8, значит, мына қабырға тоже 8 болады. Егер мына бөлігі 5 болып тұрса, демек 8 болу үшін мына жері 3 болу керек, дұрыс па? Вот. Бұл нөмірі 4-ші бөлме. Ой, нөмірі 3-ші бөлме. Жақсы, енді есепке көшейік. Нөмірі 3-ші бөлменің еденінің ауданын табыңыз дейді. Так, қарапайым тіктөртбұрыштың ауданын табамыз, ұзындығы мен енін көбейтеміз. 24 метр квадрат болады. Жауабы осы болады. Келесі, нөмірі 2 және нөмірі 1 бөлмелердің еденінің аудандарының қосындысын табыңыз дейді. Мынау 8 метр болса, онда мынау да 8 метр деген сөз. Демек, мына үлкен тіктөртбұрыштың ауданын табамыз, 8-ді 5-ке көбейтеміз. Бұл 40 метр квадрат деген жауапты береді. Жазып қойық. 40 метр квадрат. Келесі, 3-ші есеп. Бүкіл үйдің сыртқы периметрін табыңыз дейді. Біз былай жасайық. P1 деп алайық, P2 деп алайық, оларды қосайық. P1 дегеніміз мына үлкен тіктөртбұрыш болсын, P2 дегеніміз мынау жарты шеңбер болсын. Тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін біз 2-ні көбейтеміз A плюс B-ға. Ал шеңбердің ұзындығының формуласы 2πr. Бізде жарты шеңбер болғандықтан оны 2-ге бөлеміз. 2 мен 2 қысқарады, бізде πr болады. Мынау бізде 4, мынау 4, яғни 8 болған еді. Ал ұзындығы 11, яғни мына бөлігі 3, то есть ұзындығы бұл жерде 11 болып тұр, ені бұл жерде 8. Пи дегеніміз 3, радиус бізде 4-ке тең, дұрыс па? Вот, осылай жазайық. 2 көбейту 19, қосу 12. Демек, 38-ге 12-ні қосамыз, бұл 50 деген санды береді. Жазып қойық. 50 метр. Вот. Келесі, 4-ші есеп. Жарты дөңгелекпен шектелген 4-ші бөлмеге қанша метр квадрат ламинат қажет болатынын анықтаңыз дейді. 4-ші бөлме ол бізде мынау, дұрыс па? 4-ші бөлме мынауда болуы мүмкін, то есть нақты қайсы екен айтылмаған. ұбт-ға барған кезде варианттарға, жауаптарға қарап, точно білуге болады. Ал біз мына жерде екі түрлі вариантпен шығарайық. Бірінші вариант осындай болсын. Мынау бізде 3 метр, мынау 8 метр болды, дұрыс па? Яғни бұл жерде 8 көбейту 3 дейміз, 24 метр квадрат болады. Екінші вариант. Екінші вариантта біз не только мына тіктөртбұрышты аламыз, сонымен қатар мына жарты шеңберді аламыз. Онда бұл жерде S қосылған, S1 қосылған, S2 деп жазып қоямыз. S1 дегеніміз ол тіктөртбұрыштың ауданы, оны таптық. Ал S2 дегеніміз бұл жарты шеңбердің ауданы болады. Шеңбердің ауданы πr квадрат, жарты шеңбер болса 2-ке бөлеміз. Пи 3-ке тең, радиус 4-ке тең, 4-тің квадраты 4 көбейту 4 деп жазып қойық. 4-ті 2-ке бөлеміз 2 болады. 24 қосылған 3 көбейту 4, 12, оны 2-ке көбейтеміз, 24 болады. Қосамыз 48 метр квадрат. То есть бұл жерде екі жауаптың біреуі болады, не 24 метр квадрат, немесе 48 метр квадрат. Нақты ұбт-ға барған кезде варианттардан тексеріп аламыз. Соңғы 5-ші есеп. Жоспар бойынша үйдің ауданы қанша метр квадрат екенін анықтау қажет. Жақсы, мынау бізде 11 деп айттық, мынау 8 деп айттық, дұрыс па? Сонда біз S1 плюс S2 деп жазып алайық. Бірінші тіктөртбұрыштың ауданын табамыз, ұзындығы мен енін көбейтеміз. Одан кейін жарты шеңбердің ауданын біз мына жерде есептедік. Мынау жарты шеңбердің ауданы, яғни ол 24. 24 болғандықтан мұнда 24-ті қосамыз. Ендеше 88 қосылған 24, бұл дегеніміз 112 метр квадрат болады.
жауабы осы сан. Құрметті оқушылар, біз 3-ші бөлімді аяқтадық. Бұл контекстіміз шықты. Келесі 4-ші контекст бізде келесі күні ертең шығатын болады. Шамамен осы уақытта. Сондықтан күтсек, онда бұл видеоға лайк басайық. Егер ұнаса, тіркеліп каналға лайк және де подписканы жасауды ұмытпаңдар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.